Егер бала 18 жаста болса, ұлттық қор балалар бағдарламасы бойынша БЖЗК-дан отбасы банкінің шотына ақшаны қалай аудару керектігі туралы бейне нұсқаулық. ЭЦК көмегімен НПФ отбасы.kz платформасында авторизацияланамыз. Әрі қарай ұлттық қор балаларға бағанын таңдаңыз. Мұнда ЭЦК көмегімен құжаттарға қол қою қажет. БЖЗК дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім. Отбасы банкінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім. Міндеттеме. Шарттың стандартты талаптарына қосылу туралы өтініш. Әрі қарай сізге қолайлы мақсатты таңдау керек. Осы төлемдерді екі мақсатта пайдалануға болатындығын еске саламыз. Тұрғын үй жағдайларын жақсарту немесе білім беру ақысын төлеу. Біз мысалды бірінші мақсат бойынша көрсетеміз. Одан әрі жинақтау үшін тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымды толықтыру мақсатты таңдадық. Соманы ақш долларымен көрсетіңіз. Соманы БЖЗК шотынан көре аласыз. Әрі қарай өтінімді қалыптастыру түймесін басыңыз. Осыдан кейін ЭЦК көмегімен нысаналы жинақтарды төлеуге өтініш құжатына қол қою қажет. Қол қойылғаннан кейін өтініш жіберу түймесін басыңыз. Шетел валютасында шот болмаған жағдайда өтінішке қол қою арқылы шот ашыңыз. Шотты ашу үшін ЭЦК көмегімен шетел валютасында шот ашуға арналған өтінішке қол қою қажет. Өтінішін жіберіңіз. Сіздің өтініміңіз БЖЗК-ға сұрау салуды күтуде. Жеке кабинетте мәртебені қадағалаңыз. БЖЗК сіздің өтініміңізді қарауға қабылдады мәртебесі пайда болған кезде, бұл жауапты күту 5 жұмыс күнін алады дегенді білдіреді. БЖЗК келісім бергеннен кейін, төлемдер сіздің шотыңызға түскен болып мәртебе өзгереді. Әрі қарай сіз мақсатты растауыңыз керек, немесе мақсатты өзгерте аласыз. Ұлттық валютада шот болмаған жағдайда ЭЦК көмегімен өтінішке қол қою арқылы шот ашу қажет. Өтінімді жіберу. Әрі қарай валютаны теңгеге айырбастау қажет. Конвертацияны жұмыс күндері сағат 10-нан 15:00-ге дейін жасауға болады. Айырбастау туралы өтінішке қол қойыңыз. Өтінімді жіберу. Айырбастаудан кейін толықтыру үшін ТКЖ үлесін таңдаймыз. Таңдауды растаймыз. Бұдан әрі нысаналы жинақтарды депозитке ақша аудару туралы төлеуге арналған өтінішке ЭЦК көмегімен қол қою қажет. Құттықтаймыз, өтініміңіз сәтті аяқталды.